Арма көрермен, Сара сөздің бүгінгі мейманы ақын, әнші, сазгер Үміт Битенова. Қош келдіңіз, Үміт апай. Өте қуаныштымыз. Қазақшылап айтқанда алыстан ат терлетіп Қаратаудың баурайынан келіп отырсыз. Bir жағынан ақынсыз, сазгерсіз, әншілігіңіз де бар. Осының қайсысы жақын сіздің табиғатыңызға? Мен шынымды айтсам, Айша бейбінің өмір тарихымен аңызға айналған көне тараздан, Қарахан ескерткіш соққан Әулиеата өңірінен, қарт Қаратаудың баурайынан түлеп өсіп өркендеп отырғаннан кейін осындай жан жақты болмауы мүмкін емес деп ойлаймын. Өзімнің бір өлеңімде айтылатын сөз бар: біздің жақтың адамдары бәрі батыр, бәрі ақын шетінен, жаралама жүрегін сен қыз жібектей қыздарымның өтінен деп келеді. Сондықтан шын мәнінде мені сазгер, әуесқой сазгер ретінде дейікші, жарқырата қалған бұдан 30-40 жыл бұрын шыққан бала кезімдегі шығармаларым танытты. Әлгі әттең әттең жүрегім жалғыз, бәріңе бірдей бөліп беререм деген әннің авторы ғой деп мені таныстырады. Мен шын мәнінде өзімді енді әрине Мұхтар Шахановшы айтқан кезде ақын ретінде таныса екен халық деп ойлаймын. Жазып жатқан шығармаларым қаншалықты жетіп жатыр халыққа, қаншалықты жетпей жатыр, ол енді қазіргі уақыттың еншісінде ғой. Сондықтан Құдай біздің бойымызға азды көпті дарын бергеннен кейін оның біреуін лақтырып тастаймын, ал біреуін менің жаныма жақын деуге болмайтын шығар. Барлығы өзіңнің перзенттерің сияқты. Бес саусақ бірдей емес, бірақ бәрі де керек дейсіз ғой. Негізінен өлеңдеріңізде махаббатты ғана жырламайсыз, елдің тағдырын, қоғамдағы түйткілдерді, ана тіліне байланысты, жерге, елге деген сағынышты, соның барлығын көрсетіп жатасыз. Bir жағынан қоғамдық жұмысқа да араласасыз. Осындай белсенділік қайдан пайда болған қасиет? Өзімнің сол таразымнан, Жамбылымнан, Әулиеатаның топырағынан дарыған шығар деп ойлаймын. Алты ағайындымыз, әкемдегі өнерді, шешем жақтағы атамның өзі билік жасаған кісі. Сол кісідегі қасиеттің бәрін жинап теріп маған ғана бере салған, басқа бауырларында бұл өнер жоқ. Мен соған кейде өзім таңғалам. Мен алдымен Талас ауданында Үшарал орта мектебінде өзім туып өскен өлкемде Шымкент пединститутының қазақ тілі әдебиет пәні мұғалімі ретінде диплом алып, ауылға оралдым. Және сол жерде 10 шақты жыл қызмет еттім. Менің ол өлкем Үшарал орта мектебі, қазір Әбдір Сағынтаев атындағы орта мектеп, біздің премьер-министр болған, қызмет еткен қазіргі осы Алматы қаласының әкімі Бақытжан Сағынтаевтың оқыған мектебі. Менің ұстазым және әріптесім болған Гүлмира Исімбаеваның оқыған жері. Ал енді әдеби тақырыпта айтатын болсам, Күләш Ахметова шыққан өлке менің Үшаралым. Ең сол жерде 10 шақты жыл қызмет істедім. Мектеп директорының тәрбиесі жөніндегі орынбасары болып, қызыл дипломмен оралғаннан кейін бірден сондай қызметке қойды. Сол кездегі педагогтар, мұғалімдер шынында да мұғалім келе жатыр десе, ата-аналардың өз жол беретін сондай мәртебелі мамандық иелері еді ғой. Біз сонда күндіз сабақ береміз, оқушылар тәрбиелейміз, ал кешке қарай ауыл клубы қасымызда сол жерде сахналық қойылымдар, іс-шаралар өткіземіз. Мен өзім әрі режиссер болуыма тура келді. Әлжаппар Әбішевтің «Мен өлмеймінін», Сәкен Жүнісовтың «Жаралы гүлдерін» талай рет сахналағанбыз. Әрі режиссер болдым, әрі кейде жаңағыдай іс-шаралар өткізген кезде ән шығаруға тура келеді. Бір өлең тауып алсаң, оны қосып айтуға тура келеді. Өзім әнші, өзім күйші, өзім биші болып. Содан амал жоқ, жан жақты болуға тырыстық. Балабақшадан басталған деген романды жазып жатқан көрінесіз. 23 сағат күніне жұмыс істеймін депсіз. Өте бір белсенді адамсыз. Бәрін үлгеретін адамдар болады ғой енді. Үйде де, түзде де. Осы романыңыз туралы айтсаңыз, оның үстіне бұл роман 3 томдық болады деп естіп жатырмыз. Не арқау болды бұл романның жазылуына? Мұны мемуарлық кітап деп анығын солай айтуымыз керек шығар. Мен енді кішкентай кезімде Сәбит Мұқановты, Сәкен Сейфуллинді Тар жол тайғақ кешуін, мемуарлық кітаптарын оқымаған біздің замандастарымыз жоқ деп ойлаймын. Соларды жастанып жатып оқитынмын.
сол кездерде өзім туралы кітап жазатын сияқты қиялымда жүретін. Бірақ мен мұны жазайын деп жазған жоқпын. Қараңызшы, сыншы Сағат Әшімбай өзінің бір 9-шы күнделігінің бір бетінде айтады, әдебиетте орын көп дейді. Әркімнің өзінің орны бар дейді. Ол сонысымен қымбат. Сол әркімнің өзінің әдебиетте орны бар екенін ескермеу, ұмытып кету, бұл әлсіздіктің белгісі дейді ол кісі. Сөйтеді айтады, әркімді сол өзінің орны тұрғысынан бағалау керек деп бір керемет нәрсені айтады. Осы нәрсе тура маған арналған сияқты болады. Біздің әулиеаталық зиялы жазушылар, қаламгерлер қауымының өкілі ретінде біз енді жүрген ортамызды, қоғамды сәл болса да жарқын позитивті ойларға тәрбиелеуге, біздің еліміздің болашағына жарқын көзқараспен қарауға ықпал ететін күш ретінде мен енді өзімнің жазған өлеңдерімді кім қаншалықты оқиды іздеп, ең болмаса қара сөзбен де жеткізейінші деп қолыма қалам алған түрім бар. Мынау мемуарлық кітап содан туындады. Негізі көп ақын жазушыларымыз өзінің басынан өткенін жазады ғой. Тағдырында әртүрлі қиын қыстау уақиғалар болады. Ақынның кей кездері енді үйтіп айтуға болар мекен болмас бекен білмеймін, бірақ басынан өткен трагедиясы арқылы соғұрлым ақын бір биік тұғырға көтерілгендей болып тұрады. Бұл бір мәселе, соған байланысты ойыңызды білгім келеді. Эрнест Хемингуэй бала кезінде бақытсыз өмір сүрген адам мықты қаламгер болады депті. Енді оған келісетіндер де бар, келіспейтіндер де бар. Мен өзімнің өмірімді 7 жасқа дейін деп, сосын 7 жастан кейінгі деп бөлем, өйткені мен 7 жасында әкемнен және 2 бірдей ағамнан айырылған адаммын. Енді шешеміз таза мұнтаздай киіндіріп, жақсы оқытты, жағдайды жасады. Анама рухы пеште шалғысын, өмір бақи қарыздармын. Бірақ басқа бауырларыма қарағанда мен сол әкесіз екенімді, мені кетіріп тастап кеткеніне қиналып, әлі күнге шейін әке туралы әңгіме айтатын болса, мына жеріме өксік тіреледі. Өйткені 6 баласының ішінде мені мойнына салып, арқалап ойнатып жүретін әкем әлі күнге шейін көз алдымда. Осы тағдырда әсер етуі мүмкін деп ойлаймын. Әрине, роман шыққаннан кейін көрермендеріміз таныса жатар. Енді осы орайда сіз шығармаларыңызда мәдениет, өнер, руханият туралы көп әңгіме қозғайсыз. Дегенмен бүгінгі күні қоғам мен руханият арасында алшақтық бар. Зиялы қауымның бүгінгі күні алып жүретін жүгі қандай, миссиясы қандай болу керек? Сол зиялы қауым өкілі деп мені халқым, сосын билік басындағылар бағалағаннан кейін көңілім толмайды деп айтуыма болмайды. Өйткені мен қандай баға берсем де, сол егер мен даттасам, сол кірдің ішінде өзімде бармын деген сөз. Егер мен қоштасам, ақтауға тырыссам, онда менің де мерейім үстем болады. Өйткені былтыр ғана біздің елімізде жаңа ру дейміз бе, жаңашылдық пайда болды. Нұр Отан билік партиясы праймериз өткізді. Одан кейін қаңтар айында сайлау болды. Менің өлкем мені көптің бірі ретінде, бір ауданнан 10 шақты адамдық орынға 63 адам сайлауға түстік. Праймеризді өттік, сосын сайлаудан өттік. Сол кездерде мен сияқты бірнеше әйелдер қауымы, зиялы қауым өкілдері деп айтайын, ер азаматтарда лайықты адамдар болды. Бірақ сол халық маған көбірек дауыс беріп, мен өтіп кеттім ғой. Көрдіңіз бе? Соған қарағанда біз кейде көпке топырақ шашпауымыз керек деп ойлаймын. Мынау дұрыс айтасыз. Эдисон деген өнер тапқыштан туған туыстары көп сын айтып, ренішін білдіріп жатады екен. Өзі қызық кісі болған ғой Эдисон. Үстіндегі сұр плащын тастамайды екен. Көнетөз. Сон бір күні жаңағы ағайындар айтады, мынауыңды 40 жыл болды киіп жүргеніңе, кішкене киімді ауыстырсаң қайтеді десе, Эдисон айтады дейді, мені кім танып жатыр деп. Содан бірнеше уақыттан кейін ана кісі атақты өнер тапқыш болды. Тіпті электр жарығын түгілі 1000-нан астам патенттің иесі болып шықты, танымал болып кетті ғой. Бірақ Эдисон үстіндегі плащын тастамайды дейді. Сонда ағайындар тағы сөйлеген ғой, Құдай-ау, ят емес пе мынау? Қаражатың жетеді ғой деген сияқты. Жетеді ғой, атақты Эдисонсың, мына плащынды ауыстырсайшы десе, не қылам? Мені бәрі таниды ғой депті дейді. Қараңызшы, мен осы сөзді кейде мысал ғой енді, өмірде болған оқиға шығарып. Мен осыны қазіргі біздің заманауи қоғам мүшелеріне
таратып айтар едім. Білдіңіз бе, қоғамда қанша мүше бар, сонша пікір бар. Сондықтан біреу олай деді екен деп, олай бұрылып кетпеу керек. Біреу былай деді екен деп, олай тағы қисайып кетпеу керек. Адам жүректі тыңдау керек. Жүрегіңнің өзі белгі береді. Қайсы дұрыс емес екен. Ең бастысы, белгі беретін жүрегіңіз сыр бермесе болды деп сөйлеймін де мен. Асқар аға, Асқар Сүлейменов, мен енді осы жерде қазір есіме түсіп отыр. Жазбаларын көп оқимын, өзім сүйсініп оқимын. Үндемегенің өтірік айтқаның дейді. Үндемеген үйдей бәледен құтылады дейміз. Бірақ шын мәнінде көп жерде қоғамның тазалығын да, дұрыстығын да, бұрыстығын да тепе-теңдігін сақтап қалу үшін мен шынында да Асқар ағаның ұстанымын ұстануға тырысам. Үндемей қалам. Бүгінгі күні біз мына тәуелсіздігіміздің 30 жылдығын тойлағалы жатырмыз. Кей кездері тәуелсіздік бізге не берді дейтін болсақ, әрине егемендігіміз, ел болып әлемге танылғандығымыз, сол арқылы мына руханиятымызды да бір ізге салып, жазушылардың қанша тарихи романдары шығып жатыр, дегенмен қаламақылары көбірек болса екен деген дүние де бар. Кітаптардың тиражы көбейсе екен дейміз. Ақырын аяңдап басып келе жатырмыз. Жақсы тұстарымызда жоқ емес. Рухани жаңғыруымыздың өзі, қазақ хандығының 550 жылдығы деген сияқты. Бүгінгі күні біз тарихымыз туралы біраз әңгіме қозғап шығып жатқан кино туындылар, соның үлкен бір жемісі деп білемін. Тіпті мына Абай телеарнасының ашылуы да қай кездері қазақ тілінде бағдарламалар бізде көптеп шығушы еді. Ол да үлкен бір жетістігіміз деп білемін. Енді өте қоғамда белсенді адамсыз. Осы туралы айтсаңыз. Менен тараздық бір журналист сұхбат алып отырып айтып еді, өзі астынсыз айтты да, сіз дейді, Үміт апай, Үміт әпке, біздің өңірде дейді, аймақта сұранысқа ие ақынсыз дейді да, ойып бұрмай, қазіргі заманауи тілде ғой енді, белсенді болмай, үндемей тыныш отыра алмаймын. Бір жерлерде әлгі заңсыз ереуіл жасамақшы болып жатады. Әй деп басуға айтпасам болмайды. Бір жерлерде тағы бір дау жанжал жүріп жатады. Өзімнің заңгерлігімде бар. Олардың ортасына түсіп, өзімше медиаторлық жасап жүрем. Сосын көзге көрініп қалатын болуым керек, менің белсенділігім сол ғана. Мен осы тұрғыда Қаракөз қарағым, рұқсат берсеңіз бір өлең оқиыншы. Оқыңыз, сол енді айтайын деп отыр едім өзімді. 30 жылдағы жетістігімізді сызып тастауға болмайды. Астын қызылмен сыза қайта айту біз керек. Үгіт насихат жасауымыз керек. Мен бір өлеңімде былай деймін. Құдай қолдап, көсегесі көгерген, ел жұртыма танылып қалдым өнермен. Мен арқылы ескап тәтті шақтарын, құрметтейді қатарларым, достарым. Жалғызсырап кетем кейде оларды мазаласа бас қамымен, басқа мұң. Жан болған соң жырдан қару құрайтын, жандар да көп менен көмек сұрайтын. Уақытымның бос кетпеуін ойлаймын, жасағаннан төзім сұрап шыдайтын. От аузымен құсты тістеп теңгілер, меніменен санасады шенділер. Екетпейді айтқанымды обал не, бізге қырын қарамаса болды дер. Аман есен атса болды сіратаң, мен де өзімді кейде осылай жұбатам. Тербетіліп бейбіт күннің бесігі бәрімізді әлделейді бір отан. Бірдей көрген көсемін де шешенін, маған қымбат жоқты барды осы елім. Осы еліммен өссем бірге өсемін, осы еліммен өшсем бірге өшемін. Жан тәніммен сүйген оңы терісін, осы елімнен артық ел жоқ мен үшін. Елім осы еркелеткен мені шын, мен де өлгенше қызмет етем ел үшін. Әйел адамның басынан түрлі жағдайлар өтеді ғой. Сіз өнерде бақытты жан боларсыз. Өмірде бақыттысыз ба? Өзі басыңызға түскен түйткілдерден қалай өттіңіз? Әр әйелдің басында ондай нәрсе бар. Қазақшылап айтқанда, мен ылғи айтам, бір жиі қайталайтын сөзім, әр әйелдің ішінде талай ит өліп арыстан тұншығып жатыр деп. Бәрекелді. Ащы шындық. Ащы, сонысымен де ол дәмді. Менің жұбайым да айтыскер ақын, өзімнің кластасым. Зейнеп Ахметованың сөзі бар емес пе? Ер азаматтың арыстандай ақырып келгенде қояндай қарсы ал дейтін. Мен тұрмысқа шыққаннан кейін ең бірінші өзімді әйел санадым, жолымды жіңішке деп мойындадым. Ана бақытын
армандадым, солардың бәріне жеттім. Мен енді қазіргі егде жасамыз тартқан шақта өткеніме тәубемен қарайтын болдым. Сосын өткеннен күл алмау керек, жалпы. Өткеннен күл алмау керек, өткеннен от алу керек. Жақсы кезеңдерімді еске түсіріп, мен одан сайын алға қарай өмір сүруге ұмтылайым. Сондықтан әйел адам ретінде және ішінде тұншыққан өнер, киелі өнерді тұншықтыруға мен қанша жылдарымды сарп еттім, құрбан еттім. Ол көп әйелдің басында бар нәрсе негізі. Бар нәрсе, иә. Сол нәрсе бірақ тыныштық бермеді ғой. Сөйтеді ғой. Иә, сөйтіп енді балаларым есейгеннен кейін барып, әлгі қоғамға көбірек араласуға тырыстым, және енді қолымнан келгенінше айтып отырмын ғой. Біреулер әлгі халқым, елім деп жататын шығар. Мен енді өзімдегі бар нәрсені әйтеуір кейінгі ұрпаққа жазып кетуге тырысып, қалам ұстап жатырмын. Жұбайым да айтыскер, ақын, өнер адамы. Сондықтан кейде жаңағы өздеріңіз сияқты жастар сұрақ қойып жатады, ек қошқардың басы қазанға сияма, сыймай ма деп. Осы нәрсені отбасында көрген адамым мен. Мына қараңызшы, мен түсініп отырмын сіздің ойыңызды. Екі қошқардың басы бір қазанға сыюы қиын, әйел болып сіз жолыңыз жіңішке болғандықтан жаңағы қыл көпірдің үстінде жүргендей, ақырын ғана өзіңізді артқа шегіндіріп, азаматты алға шығарып дегендей өмір сүрдіңіз ғой. Сол кездері буырқанған, қиналған тұстарыңызда не істедіңіз? Болып жатқан нәрсені, егер ол болып жатса, сыртқа шығармауға тырыстым. Мен осы тағдырды өзім таңдадым. Осы азаматымды өзім таңдадым. Сосын миымның санасында мынау нәрсе тұратын. Қараңызшы, қаракөз. Шыңғаштар қосылмайды дейтін өлеңдер шығушы еді ғой. Сосын біз енді кішкентай кезімізде қисса дастандарды оқып өстік. Лира эпостық жырларды, Қыз жібек төлегенді, Қозы көрпеш. Үнемі қосылмай жатады. Үнемі қосылмайтындарды. Сонда мен айтам, түйсіктерін адастырып тегелдің, шыңғашықтар қосылмайды деген кім? Шыңғашықтар бола алады бақытты, қос жолында ұйқасса егер өлеңнің деймде. Күйеуіме бір өкпелейтін жерлер болған шығар. Өкпелейін деп қалам. Ол кезде күйеуім ұйықтап жатады, мысалы, түнгі уақыт болсын. Қаламмен ана күнделік жазам. Мен аман алып қалған күнделік. Мен 6-шы сыныптан бастап жазған күнделіктерім бар. Сырымды соған ғана айттым. Ертеңіне жазғаныңды оқысаң, өзіңнің ашуың қайтып қалған, анаған күлкің келеді. Өзімді өзім осылай тәрбиеледім. Көрдіңіз бе? Сонда осы тағдырды өзім таңдадым ба? Осыған мен ие болуым керек. Түбінде Қыз жібекпен төлеген деген сияқты бақытты ғұмыр иесі. Мінекей, мысалы, біз сіздерді кешіріңіз, идеал тұтамыз, мысал етеміз Қаракөзбен Досқан туралы. Қазір елдің ішінде аңыздар жүр. Бұны мен сізге қазір айтқаным үшін айыпқа бермеңіз. Сол сияқты Ербол мен Үміт атануымыз керек деген нәрсе менің санамда тұрды. Кейінірек жастар Ербол мен Үміттей болсақ жаман емес деген өлең шығара бастады. Осының өзі менің сол ішкі өзімдегі қиналыстарымды жеңуім шығар деп ойлаймын. 3 ұлдың анасысыз, 3 келініңіз бар, немерелеріңіз бар. Енді келінді ұстаудағы көз қарасыңыз, содан кейін мына ата-ана, әже тәрбиесі бүгінгі күні ақсап бара жатыр ғой. Осыған байланысты ойыңызды білгім келеді. Қалай жаңғыртсақ, қалай реттесек, қазақы болмыс, қазақы нұсқа, әсіресе қыздарымыздың бойында иба, әдеп деген дүние жоқ емес. Негізі елдің елдігін айту керек. Әрине. Шын мәнінде қыздарды тәрбиелейтін ел. Сол орта. Дұрыс айтасыз. Мен қазір облыстық іскер әйелдер қауымдастығының да мүшесімін. 3 келінім бар. Мен жалпы ең алғаш келінімді, үлкендерім егіз. Егізімнің сыңары үйленген кезде алып жатқан келінімнің әке шешесіне, бауыздау құдаларыма қызды қолынан алып тұрып айтқан әңгімем бар. Қызымдай көрем деп айтпаймын. Шын айтқан екенсіз. Иә. Келін ретінде болады. Мен өзім әлі күнге шейін келген жерінде келінмін дегенім бар. Бірақ сол келінім аяғы ауыр болып, одан аяқ қолын бауырына алып, үйге немере алып келген кезде мен жаңа келінімді іштей жақсы көріп қалдым. Өзіне білдіртпеймін, еміреніп тұрам. Маған, ой, Үміт әпке, қызыңыз жоқ қой, көп нәрсені білмейсіз ғой деп жаңағы әлгі қыз бергендер әңгіме қылып жатады. Мен өзімнің туған бауырларымның ұлдарына да,
қыздарына да күйеуге шығуына, тұрмысқа шығуына, төсек орын беруге, ұзатуға өзім ат салыстым. Тікелей қолымда өсті сол қыздардың бәрі. Қыздың табиғатын, ұлдың табиғатымен қалай сөйлесу керек екенін жақсы білем, және негізі жаңағы сәл әлсіреп жатқан нәрсе отбасыдағы тәрбие. Отбасыдан кеткен қателікті одан кейінгі қай бір мектеп болсын, ешқандай мектеп жөндей алмайды. Сондықтан отбасында алдымен ерлі зайыптылар отау құрғанда олар өздері үйленуге саналы түрде бару керек қой. Кешіріңізші, әлгі аяғы ауыр болып қалды, сосын үйлендік деген әңгіме болмайды. Тағы бір тақырып, біз осы жаңағы әйелдер қауымдастығының өкілімен және бір дәрігерлермен, психологтармен ауыл аймақ аралаймыз. Қыз тәрбиесі туралы, ұл тәрбиесі туралы, ерте жүктілік тақырыптарын қозғауға тура келеді. Сол кезде қасымдағы дәрігер әріптесім айтып жатыр, өзі орысшалау кісі еді, келіншек еді, жаңағы ортаға халыққа, балаларға, қыздарға айтып жатты, сақтанып жүріңіздер деп. Соны бір жиналыста үндемей қалдым да, енді ол әңгімені айта алмадым. Екінші жиналыста кешіріңіз, біздің аймаққа бұл әңгімені айтуға болмайды дедім. Қараңызшы, бізде қызға 40 үйден тыйым. Әркім өзінің орнын білсін. Оң босағаға барғанша жүзі жарқын болу керек. Осы нәрсені айтыңыз деп түзетуіме тура келді қазіргі өзімнің заманауи әріптестерімді. Сондықтан қыз тәрбиесі, келін тәрбиесі шешеге байланысты. Әрине, әке оның ар жағында Асқар Тау ғой. Дұрыс. Мынау балалар тақырыбы бізде ақсап тұр. Бердібек ағамыздан кейін ұсқалам тартып жүрген адамдар некен саяқ. Өзіңіз балаларға арнап шығарма жазасыз ба? Мен 20 жыл білім саласында қызмет еттім, сондықтан балаларға арнап ән де шығаруыма тура келді. Шығармалар да, қысқаша тақпақтар да бар, енді олар кітап болып шыққан жоқ. Айтайын дегенім, шынында да Бердібек Соқпақбаевтың менің атым қожасымен, өлгендер қайтып келмейдісімен, балалық шақпен қоштасу барлығымен біз өстік қой. Тіпті мынау менің атым қожа фильмі Абдулла Қарсақбаев режиссер болып осы фильмді түсірді ғой. Кезінде Кан фестивалінде жүлде де алған фильмдердің бірі мысалы. Ал оны бүгінгі күні біз өкінішке орай айта бермейміз тіпті. Айтып отырмыз керек, насихатын жасап отырмыз керек. Бердібек Соқпақбаев ағамыздай балалар жазушысы аз дейміз. Мен айтар едім, өзіміздің аймақтың жазушылары, біздің Көсемәлі Сәттібайұлы деген жазушы ағамыз бар. Алаш әдеби сыйлығының лауреаты. Пернебай Дүйсенбин деген жамбылдық жазушы бар. Елен Әлімжан, сосын қайтыс болып кетті Әлдихан Қалдыбаев, балалар жазушы. Асқаржан Сәрсек, балалар ақыны, қайтыс болып кетті. Тек қана солардың шығармалары әдебиет ретінде қоғамға, оқырманға дұрыс жетпеген болу керек, насихаты жоқ болу керек. Әйтпесе, дәл қазіргі балалар әдебиетінің дамуына мынау ғаламтор дейміз ба, осындай бір уақытша әсіре қызыл тез оңар деген сияқты тірліктер сәл кедергі болып жатыр. Сондықтан балалар әдебиеті мықты дамитын болса, кейінгі ұрпақта ізгілікке сусындап өсер еді. Бүгінгі күні осы өте бір қажет-ақ болып тұр. Оның үстіне тек қана жыр жинақтары емес, әңгімелер ғана емес, тіпті анимация және балалар киносы да бүгінгі күні жаңғыру керек деген ойдамын. Сіз шын ғашықтар қосылмайды деген кім деп бағана өзіңіз айтқандай, мен сүйген жар атты жыр жинақтарының авторысыз. Ақынға бір жарасатын сияқты буырқанып тұрып, мінезді болып, мінбеге шығып, өлең оқу деген сияқты. Біз әрине әйел адам болғаннан кейін кішкене тартыншақтап, бір әдеп сақтап тұратын кездер болады. Бірақ іштегі десте шығып жатқан өлең жолдары кейде табиғатыңа бір бағынбай кететін, мінезге бағынбай кететін тұстары болады ғой. Ондай сәттер болды ма өміріңізде? Мен мейлінше әйел болып көрінуге тырысамын. Тырысып жүрмін. Нәзік әйел болып. Бірақ ішіңдегі нәрсені сыртқа шығаратын кезде кәдімгідей атой салып кетеді. Сосын ойпырмай пішілей, осылай деп кеткенім қалай деп өзім сын көзбен қарап, келесі жолы сөйтпейінші деп жүрем. Бірақ жаңағы асау тұлпардай ол бұғалыққа көнбей жатады. Үміт апай, кей кездері бізде ақын қыздарымыздың ішінде енді Фариза апамыз дара адам ғой. Күләш Ахметова апамыз өте лирик, нәзік, баппен ғана, ақырын ғана өлдіреті. Жаңағы жүректің қылын суырғандай, әйелдің ішкі бір жан дүниесінің тебіренісін үлкен бір нәзіктікпен
өте терең жеткізетін адам ғой. Бірақ мына Фариза апаларымызға көп ақын қыздарымыз ұқсағысы келіп тұрады. Сіздің өміріңізде ондай сәттер болды ма? Байқадыңыз ба ондай нәрсе? Мен енді әлгі шын мәнінде кішкентай кезімізде еліктедік, солықтадық. Ешкімге еліктеме, өзің бол деп жатады ғой. Мен кейде аспаннан салбыра түскендей бола салмау керек деймін де, жастар. Кішкене жан-жағына мейлі, бар ғой, үлгі тұтатын азаматтар. Абай атамыз айтқандай, болмасаң да ұқсап бақ, бір ғалымды көрсеңіз дейді ғой, соғысап ұқсауға тырысып өскен. Ол өзін сұлу өмір сүруге, тырысып өсуге тәрбиелейді деп айтам да. Сондықтан еліктеу, солықтау дегеннен мен қашпаймын, еліктеп солықтап өстік. Мен өзіңізді қолдаймын. Ол тек ақын ғана емес, осы орайда актер да, композитор да біреуге еліктейді. Иә, әсіресе жас кезінде. Иә, содан кейін өзі бір кішкене толысқаннан кейін әркім өз жолын, өз бақытын табады. Дұрыс айтасыз. Сонда енді жаңағы жан-жаққа қарап өсу бір бөлек, еліктеу, солықтау бір бөлек, бірақ оның бәрінің түбінде ізгілікке ұмтылу жатыр ғой. Шығыста мынандай әдет бар екен. Ақын болам деген адамдар бір ақынның 10 мыңдай өлең жолдарын жаттау керек. Ал енді Қытайда жазушы болам деген адам мықты жазушының үлкен романын басынан аяғына дейін қолмен көшіру керек екен. Керемет. Мен, егер мені ақын деп бағалайтын ел болса, мен қалай ақын болып кеттім? Мен шын мәнінде Төлеген Айбергеновтың, Мұқағалидың, енді әрине Абайдың, Бұхар жыраудың, Махамбеттің, Қасым Аманжоловтың, Иса Байзақовтардың, қазіргі мықты ақындардың, Ұлықбек Дәулетовтың, тіпті қазіргі Қалқаман Сариннің де өлеңін, Ақберен Елгезектің де өлеңін мен ерінбей жаттап алам. Оны жаттайын деп жаттамайсың, ол өзі жатталып қалады, бір оқығанда жатталып қалады. Көрдіңіз бе? Сол өлеңдерді егер мен сияқты жаттап өссе, ұрпақ, оның алдымен мен психолог ретінде, мұғалім ретінде айтар едім, есте сақтау қабілеті дамиды. Зердесі мықты болады. Зердесі мықты болады. Ал зердесі мықты болған адам қоғамға да ылғи ізгі пайда әкеледі ғой. Көрдіңіз бе? Сондықтан алдымдағы ақындардың барлығының кішкентай кезімнен, мысалы, Мыңжасарова, енемнің аты енді осы жерде дауыстап айта берейін, Сара Мыңжасарова, Мәриям Хакімжановаларды. Хакімжанова апамыз айтады. Тіпті Сара Есованың әрқайсының бір шумақ өлеңін жаттап өстім. Бәлкім солардағы ой қайталаулар менің де өлеңдерімде жол беріліп қалу мүмкін. Бұл енді кейде кемшілік деп жатады біреу сыншылар. Ал мен айтар едім, ол менің миымда сол оқығандарымның басқаша көрініс табуы деп өзімді ақтап алам. Мына өзіңізден кейінгі жас ақындарды мойындайсыз ба? Олардан үйренуге де болады. Жас ақындарға қызғанып қарағаннан гөрі, біз енді өтіп баратқан ұрпақпыз ғой, аға буын. Қызға қарау керек оларға. Өйткені олардың жазу стилі басқаша. Біздің аймақта мысалы жаңа Нұржан Қадірәлі, егер жас балауша қыздарды айтатын болсам, Арайлы Жақсылық деген бір керемет мөлдіретіп жазатын жас ақын бар. Жұлдыз Бейсек деген сіңілім бар менің. Танагөз. Танагөз Толқын қызы. Енді бұл мен үлкен қалаларда жүрген ақындардың Маржан Ершу, мысалы, Ақсұңқар Ақын баба, Дәулетбаева, шіркін-ай бәрін санап-санап айта берер едім. Рахмет. Үміт апай, бүгін уақыт тауып сонау Тараздан, Әулиеатадан келгеніңіз үшін алғысымызды білдіреміз. Орыс жазушысы Максим Горький ең үлкен рахаттың бірі басқа адамдарға қуаныш сыйлау, өзгелерге пайдалы болу деген екен. Қарлығаштың қанатымен су сепкендей, қоғам үшін өмір сүретін азаматтарымыз көп болғай. Эфирде жүздескенше.